Әбу Насыр ибн Мұхаммед әл-Фарабидің нақыл сөздері. Адамға тән бір жақсы қасиет, өзін қоршаған әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан рухани нәр алу, өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ете алу. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде, адамның өз мінез құлқын, іс әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруында. Адамның тәндік жаратылысының дамуының негізгі көрсеткіші дененің саулығы. Адамның жақсы әрекеттер жасауға да, жаман әрекеттер жасауға да туа бітті мүмкіндігі мен қабілет қарымы жетеді.